Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Серік Шайдаров пен Сафетбек Медебаев Аманат партиясының ғимаратында тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдау өткізді. Қабылдауға алдын ала 5 адам жазылған. Парламент сенатының депутаттары Серік Шайдаров пен Сафетбек Медебаев, облыстық мәслихаттың төрағасы Бауыржан Шыңғысов, Ұлытау облысы әкімінің орынбасары Олантай Үсенов және бірқатар басқарма басшылары азаматтардың ұжымдық және жеке өтініштермен арыз шағымдарына құлақ түрді. Атап айтқанда, жезқазған жылу электр орталығы мен жылумен сумен жабдықтау кәсіпорындарының қызметі, шаруашылық ауыз судың сапасы мен өңірдің экологиялық жағдайы, кеншілердің еңбегін қанау секілді мәселелер қаралды. Жоғары палата депутаттары өңірдегі өзекті мәселелерді шешуге ерекше назар аударылып жатқанын, сондай-ақ бұл мәселелердің сенатта қалай қаралатынына тоқталды. Біз осына Ұлытау облысынан сайланғаннан кейін бізге мысалы осы елдің, халықтың жағдайын біліп, қандай проблемалар бар, шешіліп жатқан күрделі мәселелер жөнінде, мысалы өзімізді қолымыздан келгенде мемлекеттік деңгейде мысалы шешу жолдарын қарастырамыз. Сол үшін біз әдейі келдік. Қазір осы мынау Жезқазғанда бүгін жылу орталығына бардық, ол жерді қарадық. Қазір жаңа халықпен кездестік, енді қазір Ұлытау ауданына барамыз. Ол жақта да су мәселесінің бар, шешілмей жатқан. Сондай мәселелермен ертең Жаңаарқа ауданына барамыз. Сол бірігіп шешу жолдарын қарастырамыз. Депутаттар азаматтарды толғандырған барлық сұраққа жауап беріп, көтерілген мәселелер мен ұсыныстар жеке бақылауларына алынатынын жеткізді. Гүлім Мұратқызы, Нұрдәулет Аманкешев, Ұлытау телеарнасы.